Баршаңызға сәлем достар. Бүгін күріш пудингі немесе күріш ботқасын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Жуылған күрішті қазанға салып, қажет мөлшерде су құямыз. Қақпағын жауып, жоғары отқа қойып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан соң, жақсылап араластырып, қақпағын шамалы ашып, 20 минуттай баяу отта қайнатамыз. Күріштің суы тартыла бастайды. Араластырамыз да тұз қосамыз, қант саламыз және ванилин қосамыз. Ингредиенттердің мөлшерін барлығын мен төменде описаниеде жазып қалдырдым. Енді оған сүт құямыз. Араластырып, сүт қайнап шыққанға дейін жоғары отқа қоямыз. Сүт қайнап шыққаннан соң жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 20 минуттай қайнатамыз. Міне дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Мен тек қана осы рецептпен дайындаймын. Ванилин бұл пудингке ерекше нәзік дәм береді. Егер видео сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер дайындап жатсаңыздар, ас болсын.